Аджиле телеканалда хаберлер. Селям алейкум, урметли сәрджілер. Бұл күнін эссас адиселеріна ақында біздің мұхберлеріміз тарихатем бүгін программада. Қырымда яны нақлият назары тайынленежек. Бүгін бірінші учақ тіби ярдым көстермек үшін Ақмежит Краснодар вилетіне yol алды. Оларны біздің мұхберлеріміз де осғарды. Қырым сакинлерінің яқарлыққа фиятлары қияфеті весері кетіргені ачуғландыра. Мұхберлеріміз бұл меселені анламаға тырышты. Сентябрның 16-сы Умум Русия чапув күнюдыр. Бұл мерасым чырчесінде Кросс-Нация 2017 Ақмежитте олып кечежек. Бұл ветегер вақаларны бізім яйнымызда сейретініз. Қырымның яны нақлият назары оларақ Игорь Захаров тайынленежек. Игорь Захаров чоқ вақыт девамында Русия демір yolu ве Русия Дена Салиманы деген тешкілятларда чалышты деп хабер еті Жүмхуриятның вице-назары Владимир Серов. Хатырлатамыз, Қырымның сабық нақлият назары Анатолий Волков ось истегінен ариза яздам. Қырымның башы ось сырасына нақлияциясында неге айры диқат айырмақ керек олғаны қайтатты. Оларның сырасында бұл керич паром кечеті Ақмежит халқара ава лиманы ве Жүмхурият вешер үчі yolары. Қырымның башы Захаровға yolcularının ташыма меселесіні ве имтиязлары олған сакинлерінің проблемаларына незарет алтына алмасына эмир берді. Йылның башында Ақмежитнің халқара ава лиманы 4 миллион инсаны қабул етті. Бұл хабарны ава лиманын матбуат қызметі білдірді. Ақмежит ава лиманы әркүн 30 бин yolcu ве 200 рейс қабул етті. Ен мешур йонанлеш оларақ Москва, Санкт-Петербург ве Сочи шәрлері танылды. Ава шіркетлерінің сарасында лидер оларақ Аэрофлот, Россия ве Уральские авиалинии белі олдылар. Бұл ел бірлікте олар ярысындан чоқ yolcularını алып кешкендір. Қырым санитар-эпидемиология қызметі 95 елығыны толдырды. Бұл вақия девамында чешіт денішмелер олып кечті. Мутихасысларының сайысы арты кереклі донатмалар пейда олды. Ве иляджилар тапылды. Әнді хасталарының чоқысына ярдым көстермеге мүмкін. Бұл ақта бүгін Ақмежитте матбуат конференциясыда музакире етілді. Соңғы 7 ел девамындаки статистикасыны да берділер. Егер 2010 сенесі незарет тәдбірлер 40 бинге яқын кечірілді. Олса, бұл елі 7 ай девамында 1395 тешкірув өткерілді. Бұл демек инфекциялар ярымадада аз. Мы забыли уже о тех эпидемиях дифтерии, полимиелита, холеры, брюшного тифа, сыпного тифа. И это очень хорошо, это кропотливый труд, в том числе сотрудников нашей службы. То есть, когда специалисты идут в очаг и работают с инфекционными больными, с инфекционным материалом, поверьте, это определенный риск, и это своего рода, можно сказать, подвиг. Қырымда сүт мақсулатларында антибиотик ве өсімлік яғлары тапылды. Қырымде қияр бойынша чалашқан Русия қой қожалығы незариятының мутихасыслары бір қач муәсесіде сүт мақсулатларыны тешкірділер. Умум оларақ тешкірмек үшін 17 нөміне мақсулат алынды. Сүт, сгущенка, ірімчік, сары яғларда мутихасыслар өсімлік яғларына таптылар. Екі чешіт фелинмен қашқаваларында есе окситетрациклин деген антибиотик тапылды. Незарият қадимлерінің қайт еткенлеріне көре қашқаваларында антибиотик миқдары қарардан 3 кере зиядедір. Аджиле учыш. Қырым әкімлері әнді санитар авиацияле қоланыжы ақлар бүгін бірінші учақ тіби ярдым көстермек үшін Ақмежит Краснодар вилетіне yol алды. Санитар авиация учағыны біздің мұхбіріміз Алиме Кайбулаева да осқарды. 30 ел девамында мұна енді бірінші тіби учақ көкке көтерле. Бұл 1991 сенесі ішлеп чықарылған Ми-8 учағыдыр. О тіби ярдымға мұқтач олған хастаны алып кете. Екімлерінің мәліматына көре қадын стеноз трахеи, нефес yollarының хасталығы иле күреші. Бір сааттан учақ Краснодар вилетіне етіп келечек. Мы обучили
аэромобильные бригады уже у нас в Центре медицины катастроф. То есть полностью готовы для того, чтобы в течение золотого часа доставлять пациентов с любой точки нашего Крыма и при необходимости эвакуировать. У нас сейчас избраны ближайшие наши товарищи, соседи. Это Ростов и Краснодар, куда мы можем самостоятельно, собственными силами доставлять пациентов. Учақта бутун керекли тибби донатмалар бар, нефес аппараты, кардиомонитор, дефибриллятор, ведигер ишкалар. Хастаның янында оның сағлығына баққан екім ве емшіре де бар. Бойле қызметке Жұмхуриет жоқтан мұқтач еді. Бұ учеш бір гежеде тешкіл олынды. Эвелисе бойле нақыл етмек екімлер үшін бұйық проблема еді. Мы выделяли автомобильный транспорт, также эта машина была оснащена необходимым оборудованием, но с учетом времени, занятого на паромную переправу, эвакуация в Краснодар занимала от 10 до 16 часов. То есть, представляете, пациенту при необходимости нужно будет осуществлять управляемое дыхание, давать кислород, и объем кислорода просто на такое количество времени просто не рассчитан. Бу учақның едегінде 1000 литр кислород да бар. Бу елның сонына қадар 200 учеш планлаштырылды. Буна федераль ве Жұмхуриет бюджетінден 34 миллион рубле пара айрылды. Келешек сенейсе учақ ярдымы иле 300 кере тахли етмек мүмкін олacak. Алиме Кайбулаева, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Бір күнде Ақмешітінің соқақлары ішінде 2 араба янды, олар әрекет еткен вақытларында яны башладылар. Лиза Чайкина соқақында Деонекси арабасы яны башланды. Ақшамысы Евпаторийский шосседе Форд Транзит янды. Адавчылар арабаларынан шығып еташтырдылар. Кімсе зарарланмады. Қырымдаки февкуледе назырлығының башлығы Сергей Шахов айтқанына көре, янгынлар адавчылар арабаларыны доғыру қоланмағанларынан келіп шыққан. Қырым сәкенлеріні яқарлыққа фиятлары қияфеті ве сирек кетіргені ачувландыра. Ярмадаға кетірген башқа мақсулатларының фияты яқарлықнен бағылыдыр. Тәсілатлы мұхбиріміз София Шукурова девам ете. Қырымға яқарлық паромдан yollanылғаны бір кімсеге сыр дегіл. Фиятлары палы қифиетісі әр вақыт кереклі кібі олмай. Айдавчылар шымдыки фиятларнен разы дегіллер, аманлайлер вазиет тек демир yol көпірінің құрылывындан сон чезележек. Ну, устраивает, что делать-то. Не забастовки же устраивают. Ну да, на материке на пару рублей подешевле. Я понимаю, что логистика такая, паром, все дела. Ну, наверное, потом подешевле станет, когда мост откроют. Завышенная цена. С чем это связано, как думаете? Ну, я думаю, с паромной переправой. Тем, что доставка пока в Крым, пока моста нет, немножко дороже. Все дороже, и продукты. Качества нету топлива, раз. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Куда еще дорожать бензин? Федераль антимонополь хызметінде яқарлық фиятлар yüksek олғанынен разылар. Олар АЗС ішлеріні незаретте тұталар. Әмді масарафлар эсасланмасыны тәшкерелер. Истималчыларға яқарлықны уcuz фият бойынша кетірмеге yollar ішлеп чықарылмақта. В Крыму необходимо создавать условия для резервы топлива. Храня определенное большое количество на территории республики, мы имеем возможность, опять же, удешевить его для конечного потребителя. Нужно сделать так, чтобы входящий продукт был одинакового качества и выходящий продукт был одинакового качества. Это большая техническая работа, но она возможна. Ее нужно сделать на феодосийской нефтебазе, потому что других больших мощностей у нас на территории Республики Крым нет. То есть республика заинтересована в этом, безусловно. И ряд мер уже предпринимается. Қырымда иш тақымы әнді тәшкел олынды. О яқырлық бойынша дайыма незарет етежек. Бұ базарда ермай мақсулатларының фияты төзлештірілежек. Әмді ярымаданын сәкин ве мұсафирлеріні қияфетлі яқарлықнен тәмин етежек. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Айпетри төпелігінден бұтын қанунсыз қойылған кафелер алып ташлаған соң анда құруджилар чалышы башлады. Төпелікте абаданлаштырылу ішлері башланды. Ішлеріні алып барған шirketin генераль мудирі Евгений Кабановның айтқанына көре, шымды ішлер 75% екінленген. Евелері Қырым башы Сергей Аксенов білдіргеніне көре, төпелікні қылдырым ташчықларына тызып чықажақлар ве балабан, четлері қапалы сейір мейданчығына япажақлар. Ақмешіт акиметі қанунсыз олған 20-ден зеде шлагбаумларына кешірді. Олар мескен азбарларына қора кебі ішлетілі еділер. Ақмешіт шер мемориеті тарафындан шлагбаумларына алмақ емір чықты. Бұл ақта бүгін шер мемориетінің матбуат қызметі хабер етті. Малыматқа көре шлагбаумлар проспект Кирова, Менделеева, Богдана Хмельницкого, Дзержинского соқақларында алынды. Кеченлері мемориет қанунсыз шлагбаумлар бетон блоклар ерлешкен ерлеріні сеслендірген еді.
По городу было демонтировано 25 заграждающих устройств различных типов. Уполномоченные сотрудниками администрации составлены на собственников этих конструкций административные протоколы, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании административной комиссии. И обязательно, я думаю, комиссия примет решение и будет наложен административный штраф. Сентябрьнын 16-сы Русия чапу в Кунюдыр. Кросс-нация кибин 17 межжетте экі чешіте олып кечежек. Тедбір уле вақытында планлаштырылды. 1,5 километр чапу в шарнын меркези соғақлары бойынша кечежек. Екіншісі есе 4-8 километрны Гагарин адлы бақчада чападжаклар. Евелки малыматларға көре 2000 инсан іштірак етежек. Истегенлер тедбірге 1 саат қалғанда келіп қайт етілмеге имканлары бар. Ең күчік іштіракчылер 9 яшында olacak. Galiplер ярмалық медаль ve çeşit mükafatlar ile takdirlenecekler. Yarışını 30 hakem ve genç yardımcılar nezaret edecekler. В мероприятии будут принимать участие все любители, все спортсмены, все жители города, все желающие любых возрастов. Мы тоже присоединяемся и приглашаем всех желающих поучаствовать в этом мероприятии, доказать, что Крым наш спортивный, что мы можем строить спортивный полуостров. Я думаю, что именно этот кросс-нация, он объединит все наше спортивное сообщество и действительно будет являться одним из популяризаторов спорта в Крыму. Более лекнен янымыз сонына еті кележек хабарлер программасына Сан Абибулаев әлі қачырманыз. Мен сізге яқшымлар тілейім. Көрішмек үзірем.